Қайырлы күн, құрметті пайдаланушы. Менің есімім Гүлдана, және осы қысқа бейнероликте мен сізге қалай біздің бағдарламаны пайдалану керектігін көрсетемін. Осы бейнероликті қарап шыққаннан кейін, сіз өзіңіздің мәселеңізді қалай шешуге болатынын түсінесіз. Сондай-ақ бағдарламаның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысасыз. Бүгін біз рабочий место кассира бөлімін қарастырамыз. Аталған бөлім сатуды рәсімдеуге арналған. Экранның жоғарғы бөлігінде логотиптің жанында панельді басқару жылжымасы орналасқан. Ол навигация панелін бекітуге немесе ажыратуға мүмкіндік береді. Егер панель бекітілген болса, ол экранда үнемі көрініп тұрады. Егер жылжыманы өшірсеңіз, панель жиналады. Бұл кассирдің жұмыс аймағын кеңейтуге мүмкіндік береді. Бұл функция шағын экрандарда жұмыс істегенде немесе тек сатуды рәсімдеуге назар аудару қажет болған кезде ыңғайлы. Экранның жоғарғы бөлігінде сауда нүктесінің атауы көрсетіледі. Егер тиісті рұқсаттар болса, оны басу арқылы басқа сауда нүктесіне ауысуға болады. Сондай-ақ авторизацияланған пайдаланушының аты көрсетіледі. Төменде клиент блогы орналасқан. Егер клиент таңдалмаса, сату автоматты түрде частное лицо атына рәсімделеді. Бұл әдепкі клиент, оны жоюға немесе өзгертуге болмайды. Клиентті тізімнен таңдауға немесе таңдау терезесіндегі «Добавить клиента» батырмасы арқылы қосуға болады. Экранның орталық бөлігі бұл корзина. Тауарды корзинаға екі тәсілмен қосуға болады. Штрих-код сканері арқылы немесе ручной поиск батырмасы арқылы. Оның көмегімен тауарды атауы, штрих-коды немесе артикулы бойынша тауып корзинаға қосуға болады. Быстрый товар батырмасы алдын ала бапталған позицияларды, мысалы пакеттерді немесе қосымша қызметтерді қосу үшін қолданылады. Корзинаны толық тазарту үшін «Очистить все» батырмасын қолданамыз. Тауар қосылғаннан кейін карандаш батырмасы арқылы өңдеу функциясы қолжетімді. Бұл жерде тауардың бағасын, санын немесе скидка суммасын өзгертсеңіз болады. Сондай-ақ корзина батырмасы жекеленген позицияларды жоюға мүмкіндік береді. Выставить скидку батырмасы бүкіл чекке жеңілдікті қолдану үшін арналған. Возврат товара функциясы бұрын жасалған сату бойынша қайтарымды рәсімдеу үшін қолданылады. Списание долга батырмасы клиенттің қарызын өтеу қажет болған жағдайда пайдаланылады. Егер сатуды уақытша тоқтату қажет болса, отложить функциясы қолданылады. Бұл ағымдағы чекті сақтап, келесі клиентке қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Барлық тауарларды қосып тексергеннен кейін продать батырмасын басамыз. Төлем түрін таңдаймыз. Қолма-қол, қолма-қолсыз немесе аралас. Менің мысалымда аралас төлем түрі таңдалған. Төменде клиенттің сатып алуынан түсетін бонустары көрсетілген. Чекті шығару жалаушасын алып тастауға немесе қалдыруға болады. Қарызға сатуды рәсімдеу үшін клиент терезесінде принято жолын бос қалдыру керек, немесе клиент сол сәтте төлейтін соманы көрсету керек. Төлемді растау үшін продаж батырмасын басамыз. Расталғаннан кейін сату продажы бөліміне тіркеледі, ал бонустар бонус жүйесінің баптауларына сәйкес клиенттің картасына түседі. Менің мысалымда бонустар 1-ден 5 ендіріледі. Осылайша кассирдің жұмыс тәртібі келесідей. Қажет болған жағдайда клиентті таңдау, тауарларды қосу, деректерді тексеру, қажет болса жеңілдік қолдану, және сатуды продаж батырмасы арқылы аяқтау. Бұл бейнеролик сіздің сұрақтарыңызға жауап берді деп үміттенеміз. Біздің арнамыздағы басқа да оқыту видеоларын көріңіз, немесе кез келген уақытта 8702 778 9911 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сізге сәтті сауда тілейміз.